сәлеметсіздер ме? бүгін біз сіздермен с тобының есебін шығаратын боламыз. 5-те 83-ші есеп. Бізге айтады, мынандай теңсіздікті қанағаттандыратын x-тің барлық бүтін мәндерін анықтаңдар дейді. Мынандай берілген жазып алайық. Қос теңсіздік берілген екен, иә? Алдымен бірінші мына теңсіздікті шешейік. Үлкен бірден деп тұр, иә? Мына бетке өткізіп жібереміз. Оны бір ретпен мына жерге жаза берейін. Минус қылып өткізіп. Енді ортақ бөлім береміз. 2х плюс 1-ден берілді. 5х минус 8. Минус 1-де 2х көбейтіп минус 2х минус 1-де минус 1 плюс 1-ге көбейтіп минус 1. Нөлден үлкен немесе тең. Және тең. 5х-тен 2х азайттым 3х. Минус 8 минус 1 минус 9 береді. Енді алдын нөлге теңестіремін. Х-тен 3 бөлім нөлге тең емес деп аламын. Х-тен минус 2-ден 1. Енді екінші теңсіздікті шешеміз. Енді мына теңсіздікті шешеміз. 5х минус 8, 2х плюс 1. Кіші 2-ден деп тұрған 1-ден бүйте салайық. 2-ні мына бетке өткізе салайық 1-ден. Азайту 2 деп. Кіші 0-ден дейміз. 2х плюс 1-ден берсек ортақ бөлінді. Сонда бізде 2х плюс 1. Мына жақта 5х минус 8 минус 4х минус 2. 2х плюс 1. Мына жақта 5х-тен 4х азайтты. Х қалай? Минус 8 минус 2 минус 10 береді. Х минус 10 тең 0-ге, х тең 10-ға. Яғни бөлімі тура мынаған келеді. Минус 2-ден 1-ге тең емес. Енді жеке-жеке сызып аламыз. Минус 2-ден 1 мұнда тұрады. Боялмайды. 10-ды бояймыз. Өйткені алындағы тұрған өрнекті бояу керек біз. Таңба тұрақтылықтарын қарап шығайық. Плюс, минус, плюс. Өйткені плюстен бастадым. Себебін қарасаңыздар, х-ны алды плюс, мынақта да х-ны алдында плюс сан тұр. Сондықтан плюс, минус, плюс дей саламыз. Бізге керегі теріс аралық, яғни мына жер. Ал мына теңсіздікті саяқ. Минус 2-ден 1, мына жақта 3. 3 боялады. Аралыққа бөлеміз. Бұл жақта да плюс, минус, плюс. Бізге керек 0-ден үлкен аралық. Енді мына екеуін біріктіреміз. Мына жерде жауабы минус 2-ден 1-ден. Мына жақта алатын еді. Мына жерде жауабы мына жақ. Және мына жерде 3 бар. 3-тен плюс x-ке шенеді. Ал мына жерде минус 2-ден 1 мен 10-ның аралығы еді. 10 мен 3 боялады. Мына жерде мына аралықты боямыз. Яғни мына жер мен мына жер. Сонда бізде қай жер қиылысып тұр? Ең көп қиылысқан жерді біз жауап ретінде аламыз. Мына жер, мына аралыққа қарасақ бірақ, мына жерде бірақ сызық тұр. Мына жерде бірақ сызық тұр. Минус 2-ден 1-ден 3-ке дейін. Мына жақта қарасаңыздар 2 рет қиылысып тұр. Мына жерде 10-нан плюс x-ке дейін, мына жерде бірақ сызық тұр. Сонда бізде ең көп қиылысу жері, қиылысқан аралық, ол мына жауабы 3 пен 10-ның аралығы. Барлық бүтін мәндерін анықтаңдар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болады. Барлық бүтін мәндері. Ал енді келесі есепке көшейік. 5-те 84-ші есеп.
Енді мына жерді қарайық. Мына функцияның графигі x-тің қандай мәндерінде 0 мына аралықта жатады деп тұр. Бұл да тура сол. Y деген орнына мынаны апарып қоямыз, болды. 0 кіші немесе тең x минус 13 қандай квадрат плюс x минус 6 кіші бірден. Сонда бізде алдымен мына теңсіздікті шешіп аламыз. 0-ден үлкен дегеніміз теңсіздік шешеміз, ал 0-ге теңестіреміз. X-тен 13 бөлім 0-ге тең емес деп аламыз. Фиетті теоремасы арқылы қосқан кезде минус 1 көбейткенде минус 6 шығатын. Минус 3 бет 2 деген сандар, иә. Қоссақ міне минус 1 шығады, көбейтсек минус 6 шығады. Енді осылардың аралық сан түзіне саяқ. Минус 3, 2, 13-ті бояймыз. Аралықтарға бөлеміз. Плюс, минус деген чередование өтеді. Ешқандай еселік түбір жоқ, және де x-тің алдында таңбалар плюс. Сондықтан чередование осылай өте береді. Бізге керек ол аралық мына жер және мына жер. Ал енді екінші теңсіздікті саяқ, мына теңсіздікті. Мына ортақ бөлім береміз. Минус 1-ге бәрін көбейтіп шығамыз. Минус x квадрат, минус x, минус плюс 6 болады. Сонда не жерде минус x квадрат бар. Минус x пен плюс x жойылады. Минус 13, минус 13-ке плюс 6 қостық. Минус 7, иә. Енді екеуінің алдында да минустер бар ғой, сондықтан оны жақшаны шығарып жіберейін да таңбаларын қарама қайшылығындағы өзгертіп жіберемін. Енді мына минустан құтылу үшін барлық жағын минусқа бөліп жіберемін. Сонда менде не шығады? 0-ден 0-ге деген теңсіздік шығады. Енді алымын 0-ге теңестіретін болсақ, мынау x мәні табылмайды. Өйткені x квадрат бізге минус 7-ге тең болса, онда x-тің мәнін табылмаймыз. Өйткені ешқандай санның квадраты минус санға тең емес. Ал енді бөлімдегі өрнекті 0-ге тең емес деген кезде мынау және мына түбірлер шығатын еді. Енді осы түбірлерді тек қана осы екі түбірді ғана жазады екенбіз. Минус 3 пен 2 деген. Бұлар боялмайды. Плюс, минус, плюс деген аралық бізге керегі 0-ден үлкен. Яғни мына жер. Енді осы екі аралықты біріктіреміз мына жерге. Так, минус 3, мына жерде 2. Мына жақта 13. Енді басында бізде нем қатып отыр ғой. Ручкам қатып қалып отыр. Қапына не істермей жатқандар үшін. Бізге керегі мынандай еді. Алдымен мына аралықта минус 3 пен минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралық еді. Осыны бояймыз. Одан кейін 2-ден плюс шексізге дейін кете беретін еді аралығымыз. Бояймыз. А мына жерде қарасақ минус 3 пен минус 2-ның аралығы. Яғни мына жер боялады екен. Және 13-тен плюс шексізге шейін. Енді көрейік. Әрбір аралықты санаймыз. Қиылысулар саны неше? Мына жерде бір ақ келді. Мына жерде бір ақ. Мына жерде біреу ақ боялған, мынақта біреу, мынақта екеу. Сонда біз ең көп боялған жерді аламыз. Жауабы 13-тен плюс шексіздікке дейін.
осымен біздің екі есебіміз аяқталды. Басқа есептерді келесі видеода талдайтын боламыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Каналға подписаться етіп, лайк басуды және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар.